Өткеннен азат болу. Менің көптеген пациенттерім, қазір бақытты бола алмаймыз, себебі өткен кезеңдерде жаралы болғанбыз дейді. Өйткені олар істеуге тиіс нәрсені істеген жоқ. Өйткені енді олардың дүниеде ең ардақ тұтқан нәрселері жоқ. Өйткені оларды кезінде жаралы қылғандықтан олар ешкімді жақсы көре алмайды. Ертеректе істеген сұмдық істер үшін өздерін аяусыз қарғайды. Өйткені бұны олар ешқашанда кешірмейді және ұмыта алмайды. Үнемі өткенді есте ұстау демек өзіңді қинау. Сіздің алдыңызда кінәлі болғандарға оларға бәрібір. Олар тіпті біздің қиналысымыздың көлемін де білмейді. Сондықтан да өз ойыңды өткенге бағыттаудың ешқандай мәні жоқ. Ол келмеске кетті және бұны өзгерту мүмкін емес. Есесіне оған деген біздің қатынасымызды өзгертуге болады. Өткеннен азат болу жаттығуы. Қанеки, өткенді тек естеліктер тұрғысынан саралайықшы. Егер сіз 3-ші класста не кигеніңізді есіңізге түсіретін болсаңыз, онда бұл естелік қандай да бір эмоционалды бағалаудан ада болады. Сіздің өткен өміріңіздегі барлық оқиғаларға осылай қарауға болады. Біз азат болу мүмкіндігіне қарай өзіміздің барлық ақыл-ой, күшімізді осы сәтте пайдалануға бейімделеміз. Тағы да өзіңіздің реакцияңызды бақылаңыз. Бұл үшін сізге не істеу керек? Өзіңіздің өткеніңізбен айырылысуға сіз дайынсыз ба, немесе сіз соны қалайсыз ба? Сіздің қарсыласу дәрежеңіз қаншалықты? Кешіру. Өте маңызды тарау. Сіз бен біздің келесі қадамымыз кешіру. Бүкіл сұрақтар мен проблемалардың жауабы кешірім жасауда жатыр. Біздің өмірімізде қандай сипатта болғанына қарамастан проблемалар туындап жатса, онда бізге біреуді кешіру қажет екенін мен өз жеке басымның тәжірибесінен білемін. Махаббат біздің кез келген проблемаларымыздың жалғыз жауабы, және бұндай халге жетудің жолы кешіруде жатыр.